Ассалаумағалейкум ағайын, армысыздар? Малды айдап әкеле жатырмыз. Қашып бара жатыр мал. Қырдан ауылға қашып бара жатыр. 35 километр. Шөбі бар, суы бар, бәрі бар. Жоқ. Ауылға қашып керек. Ауылда бұларды бір күтіп отырғандай бір. 15 басымен. Бағанадан бері айдап әкеле жатырмыз. Күн батып кетті. Қараңғы. Сағат кешкі 5:30 ғой. Жарым түн сияқты. Қап қараңғы болды. Бір жағынан мына күн жақсы болды енді. Күн ерте шығады. Бұрын балалар қараңғыда баратын сабаққа. Сағат 8-де қараңғы болды. Қазір 7-де жарық қой, 7-ден кете жарықтанады. Балалар не керек сабаққа жарықта барады. Мына күнге де үйрендік. Сағат ауыстыруды айтып отырмын да. Болсын енді осындай сағат. Қазақстан біргелік. Ақырын айдап әкеле жатырмыз, енді не істейміз? Ұстап алдық қайта. Жамбо неше шақырым? Точкамыздан бір 15 шақырым жай бар шығар, иә? 20 бар ғой. 20 ма? 20-да кет. 20 жай бар, Рашидтің точкасынан бері қарай. Рашидтің точкасы 15. Бұлай қарай 20 шақырым сонда. 20 шақырымдай айдап әкеле жатырмыз. Ертіп барадыр. Бүгінгі күн аяз енді. Бүгінгі күн аяз. Бүгін бізде Павлодарда міне минус 23 градус. Ар келді ме? Бұрылды ғой сөйтіп. Елса келгені ғой. Да. Кеп қалды ғой деймі? Соған шығарма. Поворотқа келдік па? Құрылысқа келдік қой деймін, оларға кетіп барады. Кеп қалдық қой деймі? Не келіп қалдық қой. Кеп қалған сияқтамыз. Ар кетіп барады, әйтеуір соқпаққа түсіп опты. Біздің соқпақтың бәрі біздікі ғой, не ана бізге апаратын соқпақтар ғой, апарады енді. Барсын, мал біледі ғой. Айтады ғой, сен малды бір-ақ рет жейсің. Мал сені күнде жейді деп. Сол. Демалыс деген жоқ қой, выходной, праздник. Бүгін менің туған күнім, ой бәләй, мына халқым нағып жатыр тойламай. Банкет жасап берер едім өзім ақ. Тәңірдің бір жарықтай-ақ қойған ай деген әңгімелерді ұқпайды ғой бұлар. Туған күн, папам елуге толып батыр. Папам 100-ге толып батыр. Тойға бару керек деген ұқпайды ғой. Күндіз түні артында жүгірісің әйтпесе. Бақпасаң малың кетеді. Қалай айтады, қарамасаң малың кетеді. Қалай дейді? Бақпасаң малың кетеді, қарамасаң қатының кетеді. Иә, бақпасаң, Жамбо біледі екен. Бақпасаң малың кетеді, қарамасаң қатын кетеді дейді. Ал Қатын өзін қарап отыр.
Қатын өзін қарап отыру керек. айтпа деймін. Айдап отыру керек. Кетіп қалады деп ше. Иә. Болды. Жарайды, аман саулықта келсек. Мал сату Forbes арнасымен бірге болыңыздар. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Малмен айналысатын ағайын туысқанмен видеоны бөлісіп отырыңыздар, жақсы.